Баланың тұсауын жасы келген науқас, жүрісі солбыр кісілер, тұрмыс құрмаған қыз, үйленбеген жігіт кеспейді. Үлкен кісілер ала жіп байлап батасын береді, олдыкін ісі тынымды ер азамат, қыздыкін қимылы ширақ келіншек кеседі. Тұсаудың ақ пен қара араласып есілген ала жібі баланың алдынан тек пышақпен кесіледі. Қайшыда 200 бар. Баланың қадамы қайшыланбасын. Дүмшелерге еріп баланың артынан тұсау кесудің қажеті жоқ. Өйткені бала көткеншектеп артқа емес, алдыға жүреді. Бір баланың тұсауын 3 адамның кескені де дұрыс емес. Сондай-ақ қызыл ала, жасыл ала жіпті базардан сатып әкеп, жаңалық ашуға құмар болмаңдар. Ақ пен қара араласып есілген ала жіптің мәні, балам біреудің ала жібін аттап ұры боп шықпасын деген шолақ түсінікпен емес, өмірде қатар кездесетін жақсылық пен жамандықта, қуаныш пен қайғыда жасып қалмай, тасып кетпей, тең өтсін деген ниетпен байланып кесіледі. Ақ пен қара тіршіліктің символы. Көрінгеннің көзіне түскен, көрінгеннің энергиясын жинаған, қызыл ала, көк ала, тіпті базардағы дайын ала жіптің өзіне жүгірмей, кешке дейін телефонға телмірмей, әжелері немерелеріне ала жіпті жақсы тілеу тілеп, өзі есіп дайындаған жөн. Солай, орыста, арапта, дүмшеде болма. Қолыңнан келсе қазақ бол. Ұрпағыңды қазақ қыл. Ең дұрысы, әркімге ерме. Өзің білмейсің бе? Күре тамырды оқы.